Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен иммунитетті көтеретін тойымды әрі дәмді салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, сақтап алыңыздар. Бұл салатты дайындауға бізге қызылша, сарымсақ, жұмыртқа қажет болады және бос таба қажет. Алдымен қызылшаны үткіштен өткіземіз. Салатқа қосатын қызылша мен жұмыртқаны бөлек-бөлек ыдыста пісіріп алдым. Және қыздар, қызылшаны суда пісірген кезде ыдыстың қақпағын жауып қойған жөн. Қызылша суда толықтай батып тұруы қажет. Дәл осылай піскен қызылшаңыз дәмді болады. Құрамындағы барлық витаминдер, пайдалы дәрумендер сақталатын болады. Бұл салатқа ең маңызды дәм беретін ол жұмыртқа. Сондықтан жұмыртқаны өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен 4 жұмыртқа қостым. Осылай үткіштен өткізіп қосасыздар. Салатқа 2 дана сарымсақ қостым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Енді салатқа 2 ас қасық майонез қосамыз. Майонездің орнына қаймақ пайдалануға да болады. Жақсылап араластырамыз. Құрамында қосылған сарымсақ бір жерде жиналып қалмауы қажет. Сондықтан салатты жақсылап араластырамыз. Қыздар, салат сөзсіз дәмді шығады. Сондықтан сіздерге жасап көруге ғана кеңес беремін. Салаттың өзінде жесеңіздер болады, келген қонаққа ұсынсаңыздар да болады. Егер тамақпен бірге жейтін болсаңыздар, астарыңыз бойыңызға сіңімді болады. Тәбет ашатын тойымды әрі дәмді салатымыз дайын болды қыздар. Сіздермен бөліскен рецептім ұнаса, лүпіл басып, комментарий қалдырыңыз. Алда тағы да қызықты видеолар сіздерді күтуде.